Азаматтық некеде тұрған шетелдік жұлдыздар Шакира мен Жерар Пике. Бізде маңызды нәрсенің бәрі бар. Біз бір-бірімізді жақсы көреміз. Менің ойымша қатынас тұрақты болғанда некеде тұрған ештеңе жоқ деген пікірде Шакира. Опра Уинфри мен Стедман Грехман. Белгілі американдық тележүргізуші Опра Уинфри сүйіктісі Стедман мен азаматтық некеде 20 жыл бірге болған. Бір-біріне үйлесімділікті түсінген олардың азаматтық некелері бақытты отбасында. Голливудтың танымал жұлдызы Ванесса Паради мен Джонни Депп ұзақ уақыт азаматтық некеде тұрған. Ғашықтар заңды неке куәлігіне мұқтаж еместігін айтады. Бізге бұл қағаз парағының қажеті жоқ. Неке екі жан мен жүректің бірлестігі дейді олар. Британдық сәнбике Наоми Кэмпбелл мен ресейлік олигарх Владислав Доронин біраз уақыт азаматтық некеде өмір сүрген. Бірақ некелері баянсыз аяқталып, бақытты күндері ұзаққа созылмады. Заңды некені маңызды деп санамайтын келесі жұп Шарлиз Терон мен Стюарт Таунсенд 10 жыл бірге. Десе де азаматтық некенің жауапкершілігі аздығының арқасында оп-оңай айырылысып кете салды.